Армысыздар, құрметті көрермендер. Бұл видеода сіздерге пенсионный фондтан кімдер ақша шеше алады, сол туралы нақты айтатын боламын. Ең алдымен арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Ал олай болса кеттік. НПФ-тан кімдер ақша шеше алады? Ең алдымен порогтан артық суммасы бар азаматтар. Яғни 2024 жылға арналған кесте бойынша қарайтын болсақ, мысалы 30 жастағы азаматтың пенсионный фондында 4 миллион 500 мың теңгесі қалып, содан артық суммасы бар болатын болса, сол артық сумманы мақсатты түрде пайдалануына болады. Екіншіден, зейнетке, яғни пенсияға шыққан кісілер пенсионный фондындағы ақшасының 50%-ын мақсатты түрде қолдануына болады. Үшіншіден, МВД, әскери қызметте жұмыс жасап зейнетке шыққан кісілер 100%-ын толықтай мақсатты түрде қолдана алады. Төртіншіден, ерте жаста зейнетке шығып, яғни ауыр жұмыстан, тяжелый трудтан зейнетке шыққан кісілер пенсия жасына жеткенде пенсионный фондындағы ақшасын толықтай шешіп алып, мақсатты түрде қолдануына болады.